қорғаушылары, бүгін біз баршамызға ортақ мәселе табиғатты қорғау үшін жиналып отырмыз. Табиғат біздің алтын қазынамыз, байлығымыз, болашағымыз. Оны қорғау әрбіріміздің міндетіміз. Айналамызды таза ұстау біздің болашағымызға жасаған ең үлкен қадам. Бүгінгі біздің жасап отқан экологиялық акциямыз бізді табиғатты аялауға, қоршаған ортаға біздің жақсы көретінімізді білдіруге бағытталып отыр. Табиғатқа жанашырмын, өзіне қамқормын. Болашаққа таза әлем қалдыру. Экология елдің пайдасы. Табиғат байлық қорғау парыз. Киелі жер, таза жер. Туған елімізде. Туған жердің ауасы да таза. Көп адамды таптама, ас суыңды ластама. Балақтан қымбат туған жердің табиғаты. Еліміздің көк орман мөлдір өзен. Су тіршілік болса, оны қорғау өзіңді қорғау. Ауасы таза елдің болашағында бар. Табиғаты сүймеген туған жерін сүймейді. Тазалық денсаулық келді. Таза болса табиғат, аман болар адамзат. Таза ел, сәулелі келешек. Сенің бір қадамың жердің бір аманы. Қоқысты жерге емес, қоқыс жәшігіне таста. Біз қазіргі кез бен бұрынғы кезде салыстыра отырып осындай маршрут жасадық. Әрине, екі жақта салыстырсақ, бізде көп айырмашылық бар. Ең алдымен біз таза жерге келейік. Бұл жерде кең байтақ дала, киіз үй, жайқалып өсіп тұрған гүлдерді көреміз. Және қоршаған ортаны аялау әрбір азаматтың аманаты мен міндеттері. Қоршаған ортаны біз аяласақ қана таза Қазақстан жүйесі жүзеге асады. Қазіргі замандағы ең қарқынды мәселелердің бірі ол экологияның ластануы болып табылады. Экология не үшін ластанады? Бәріміз білеміз, атом электр станциясынан ең улы газдар шығады. Ол біздің таза мен ластың аралығында өте үлкен айырмашылық бар. Таза ол қалдықтардың өндірілуі, ауа райының таза болуы. Алайда бұның бәрі халықтың арқасында. Осылайша біз таза Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Бізде лас Қазақстан, яғни жер ғаламшарына бәріміз қоқыс тастап, немесе қоқысты дәл жәшікке қойбасақ, осылай болып кетуі де мүмкін. Бәрі өзіміздің қолымызда. Табиғатты аялап, табиғатты ластау. Егер де біз табиғатты ластап, оларға қоқыс тастап, өте көліктермен өте жүрсек, онда біздің ғаламшарымыз вообще мүлдем жоқ болып кетуі өзіне айналмақ. Ал біз табиғатты аялап, қоқыстарды алып, және де ағаштар егіп, неше түрлі жақсылық жасасақ, біз өте керемет ғаламшарға айналады. Және де бәріміз өзімізді